Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Barcha maqtov Robbimiz Alloh taologa bo'lsin. Allohdan ig'ilgan salama payg'ambarimiz Muhammad ne bo'lsin, bu kishining avliyati ne bo'lsin, barcha sahobalarga bo'lsin, asoniylar barcha ummatlarga bo'lsin, qiyomat kuniga дейін. Endi sol biz o'zimiz ko'pdan beri va'da etgan сияқты tafsir saboqlarini boshlaymiz degan edik. O'sha Qur'ondan belgili suralar, belgili oyatlarning tafsirini o'tib o'tiramiz. Көбінесе біздің өтетін жаңағы сүрелеріміз, аяттарымыз тәфсірлейтін пайғамбарымыз оқуды көбінесе насихат қылған сүрелер жайында тоқтаймыз. Мысалға мүлк сияқты, Кехф сүресі сияқты болмаса, Ясин сияқты сол бір өте маңызды болып есептелінетін сүрелерге, одан кейін өзіміз жиі намазда қолданылатын сүрелер, осылардың мағынасын білуге тырысамыз. Өйткені намазда қолданылған сүренің мағынасын біліп отырған болсақ, намазымыздың былай айтқанда мәнісі арта түсіп, ықыласы тереңдей түседі екен. Сол үшін сол нәрселерге тоқтап отырамыз. Ал бүгінгі енді өздеріңізден бастайын деп отқан сүреміз ол мүлк сүресі болып, сол мүлк сүресіне сіздермен біраз тоқталып өтсек деп үлгерген аяттарымызға дейін. Одан кейін соны келесі сабақтарымызда жалғастырамыз. Мүлк сүресі енді өзінің аты айтып тұр, аудармасы не? Билігі патшалық деген мағына береді. Билік патшалық деген мағына береді. Оның өзі сол сүннетте көптеген аттары келген, бір аттар болса мүлк деп жиі біз енді Құранда да неғып өткеніміз, мүлк сүресі деп осыны естіп кеткенбіз. Бұлай кейбір жерде табаракаллази биядихил мүлк деп аталған, бұны табарак сүресі деп атайтын болған. Ол әдетте бар еді, кейбір сүрелердің басталатын аяттармен соны аттай бастайтын әдетте болған. Одан кейін және бір аты Суратул Маниа деп атаған, яғни тыюшы, тоқтатушы деп ол аталып кету себебі мүлк сүресінің жаңағы не қабірдегі азаптан адамды құтқарады дейді. Сол үшін сондай бір тыюшы, құтқарушы деген мағынасын берген дейді. Жалпы бұл сүреге байланысты өзінің хадистері бар. Біз ілгеріде сабақтарымызда айтып жүрген сияқты, егер пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам бір сүреге байланысты бір ерекшеліктерін айтып кеткен болатын болса, ол сүреге көңіл бұру керек. Егер де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір сүрелерді өмірінде жиі оқыған болатын болса, ол сүрелерге де көңіл бұру керек. Өйткені оның біздің өмірімізге келтіретін пайдасы өте көп екен. Сол сияқты осы мүлк сүресіне байланысты пайғамбарымызға жаңағы хадис бар, жеткен Аби Хурайрадан жеткен суратан фил Құран дейді. Құранда бір сүре бар дейді, 30 аяттан 30 аяттан тұрады дейді. Хадистің өзінде қанша аят екенін айтып қалған. Етіп келеді. Ташфали сахибиха, ол дейді ертең өзінің егесіне дейді. Сахиб деген егесі. Лиқариха деп, лихафизиха деп келген жоқ burada. Оққанға, жаттағанға емес, сахиб дос тұтқанға сол сүрені. Ол оқыды, жаттады дегеннен жоғары. Түсініңіздер ме? Жаттап алды да жүре беруі мүмкін адам. Оқпай жүре мүмкін. Бірақ сахиб дегеніміз араб тілінде әрдайым соған көңіл бұрушы, әрдайым соны оқытырушы, соның мағынасында жаңағы ұғынып, соның аяттардағы келген жаңағы нәрселерден өзіне насихат алып, содағы келген жаңағы бұйрықтарға барынша амал жасауға әрекет жасаған адамды айтады екен өзіне. Егер кім дейді, Құранда пайғамбар айтады, суратан фил Құран, Құранда бір сүре бар, 30 аяттан, ол 30 аяттан тұрады дейді. Ол сүре ташфали сахибиха, сол өзінің егесіне, яғни сол арқашында дос тұтқан адамға, соны әрекет қылып жүрген, соны амал жасауға әрекет қылып жүрген адамға дейді, неғмат дейді, лисаба хатта юғфара лаху, оның күнәсінің бәрі кешіріліп кеткенше шафағат жасайды екен қияметтің күнінде. Күнәсінің бәрі. Ал біз білеміз, кейін хадис келеді, табаракаллази биядихил мүлк дейді. Ол сүре табаракаллази биядихил мүлк деп келген. Енді хадисте осылай аталып кетті оның аты. Енді осы жерде жаңағы біз осы сүреге қарап отырған кезімізде, яғни оның бір тағы абзалдығын байқаймыз, оны мұсылман баласы өзінің өмірінде жиі оқуға тиісті екенін көріп отырамыз. Ондағы сүрелер адам баласына ертең қиямет күні шынымен осы ұстасақ бізге шафағатшы болады екен. Есімізден шығармайды, біздің оқып жатқан Құранымыз, жалпы Құран ертең біреулерді жәннатқа кіргізу үшін құжат болады, ертең біреулердің дозаққа түсуіне құжат болады бұл Құран. Егер шынымен осы Құранды түсініп, оған әрекет жасасақ, ол шынымен адам баласының дүниедегі бақыттылықтан құтылып, ақыреттегі ізгіліктерге жетуіне көмектеседі екен. Және де бір хадистерде келеді, пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам дейді, Жабир ибн Абдуллахтан келесін хадис келеді, пайғамбар ретінде жатарда мүлк сүресін оқымастан жатпаушы еді дейді. Яғни жиі оқитын сүрелердің біреусі осы мүлк сүресі болған екен жатар кезінде. Одан кейін жаңа бір хадисте келеді, ол мүлк сүресі қабірдегі азаптан егесін қорғайды деген. Енді біз сол мүлк сүресіндегі аяттарға тоқтап, оның мағынасын білуге тырысайық.
Аллах Тағала біздердің күнәларымызды кешірім етсін, ізгілігінен бастасын, Құраннан болған біздерге ілім нәсіп етсін, сол ілімімізге қарай амал нәсіп етсін, және сол амалды ықыласпен орындаған құлдардың қатарына қоссын Аллах Тағала біздерді. Өйткені шынымен бұл Құранның бір жерден аудармасын тыңдап жатқан болсаңыздар да, үйде өздеріңіз оқып жатқан болсаңыздар да, бір нәрсеге қатты көңіл бұрыңыздар. Құранды оқыған кездегі оны құлақпен тыңдау жеткіліксіз, оны көзбен көру жеткіліксіз, Құранды жүрекпен тыңдайды негізінде. Өйткені Құранда келген «Иннаху латанзилу раббил аламин, назала бихир рухул амин, ала қалбика литакуна минал мунзирин» деген аятта келеді. Бұл Құран дейді Аллах тарапынан түскен. Әлемдердің Раббысы болған Аллахтан келген. Жай бұл жер бетіндегі бір ескерусіз Аллах кітабы емес. Сол үшін кей кезде талашыда осы Құранды дәретпен ұстайық па, дәретсіз ұстамайық па деген сөздер естіліп жатады, байқасаңыздар. «Ла ямасу иллал мутаххарун» деген Құран аятында келген, Рахман сүресіндегі, оны тазалаған ұстайды дегенде кейбіреулер осы дәретпен ұстайды деп түсіндірген. Олар жоқ, ол періштелер деп түсіндірілген. Бірақтан осы сұраққа жаңағы Саудияның муфтиіне Абдулазиз Әл Шейхқа қойылған кезде, осыған сіз не дейсіз, дәретсіз ұстаймыз ба, дәретпен ұстаймыз дегенде, дәретпен ұстап үйретіңдер дейді. Парыз емес дейді дәретпен ұстау, бірақ дәретпен ұстап үйреткен жақсы әдет дейді. Өйткені ол жай кітап емес қой дейді. Оның бір ерекшелігі болу керек дейді. Қандай да бір үзірлі жағдай болып тұрса, күн суық болып басқа болып тұрған болса, жай қайта суға түсуге қиындық болып қалмаса, онда жалпы бұл жаңағы Құранды дәретпен ұстап үйретіңдер, өйткені ол жай кітапқа ұқсамайды дейді. Сонда бұл әлемдердің Раббысы Аллахтан түсті бұл кітап. Және ол түскен кезде назала бихир рухул амин, ол кітапты сенімді рух, яғни сенімді рух деп Құранда Жәбірейіл періште айтады. Жәбірейіл періште түсірді. Құранда білеміз 6000-нан астам аят бар, ал періштенің саны Аллах Тағала білуші. Сол аяттардың бәрін бір аятқа 1000 періштені ілестіріп жіберемін десе Аллахтың құдіреті жететін еді. Бірақ бұл сондай бір қасиетті, құрметті кітап болған үшін оны ең сенімді періште түсіріп алды. Және оны ең сенімді адамға түсірді. Абу Бәкірге бөлек, Омарға бөлек түсіп жатқан жоқ. Бұл ең сенімді адамға түсті. Сол арқылы осы Құран Аллахтың сөзі адамдар арасында тарады. Кейін түсірдік дейді. Оны сенімді періште түсірді дейді. Не қалай келеді? Қайрыңе түсірді дейді. Құлағыңа, миыңа деп айтылмайды. Ала қалбика, жүрегіңе түсірдік дейді. Пайғамбардың жүрегіне түсірдік деп келеді. Және аятта жазылған литакуна минал мунзирин, ескертушілерден болуың үшін дейді. Сонда көбінесе адам баласы айтқан уағызы өзгелердің жүрегіне қонсын дейтін болатын болса, сен сол Құранды өзің жүрекпен тыңдаған болу керексің. Өзің жүрекпен тыңдаған болу керексің. Ол сенің жүрегіңде жату керек. Және кей кезде Құран жүрекке жетпей қалса, тек қана тілде болып қалатын болса, оның мағынасын біз терең түсіне алмайтын болатын болса, онда ол адамдар кей кезде зиян да береді екен, дұрыс па? Хауариждердің бір сипаты қандай? Олардың оққан намазын көргенде, олардың құлшылығын көргенде сен намаз оқып жатырмын деп айтуға ұялып қаласың дейді, дұрыс па? Хадисте келеді. Намаз оқып жатырмын деп айтуға ұялып қаласың дейді. Сондай бір адамдар болады, құлшылықты қатты істейді дейді. Бірақ олар үлкен зиян әкеледі исламға. Үлкен зиян алып келетін болған хауариждер исламға. Бірақтан олардың бір несі, сипаты не? Оққан Құрандары хадисте түсіндіріледі. Мына кеңірдегінен төмен өтпейді дейді. Түсінсіздер ме? Егер де біз оққан Құранымызды тек қана оны біреумен таласу үшін, өзінің білімді екеніңді көрсету үшін, сондай нәрсе үшін алатын болатын болсақ, онда біз ұтылып қаламыз. Біз керісінше дінге зиян беріп қалу ықтималымыз көбірек болып кетуі мүмкін. Сол үшін бұл Құранды кәдімгі жүрекпен тыңдау керек, жүрекпен түсінуге тырысу керек. Өйткені бұл жай сөз емес. Сол үшін жаңағы әрқашанда Аллах Тағала Құран оқу барысында бізге Құранды өзі үйреткен әдет сияқты дейді. Егер Құранды оқи бастасаң, онда Құран оқудың алдында Аллах Тағаладан пана сұра, шайтан, яғни сондай Аллахтың мейірімінен қуылған жаңағы шайтанның азабынан сақта деп Аллахтан пана сұра дейді. Өйткені шайтан әрқашанда адамды Құран оқи деп жатса, қолдан келсе оқытпай қояды. Мүмкін болатын болса, егер оқыған болатын болса, құр тілі оқиды да түсінбейтін қылып қояды. Болмаса, бөтен түсінік беріп қояды, түсінсіздер ме? Қате ұғым беріп қояды. Сол үшін Құран оқу барысында Аллах Тағаладан шайтанның азғылынан пана сұрауға бізге Аллах Тағала бұйырған екен. Сол үшін